Assalamu alaikum. Жаке, жалын досым. Дубайдан, Абу Дабидан сәлем. Өзіміздің алғашқы саяхатымыз Дохадан басталды. Bir gün Дохада, 2 gün Дубай қаласында болдық. Бүгін 4-ші gün Абу Даби қаласына келдік. Жаке, сенің жеке подписчиктеріңе және партнерларыңа, клиенттеріңе айтатыным, не дейміз, Алладан себеп болады ғой. Себеп қылып өзіңді жіберіп отыр. Бір қызық әңгіме бар емес па? Жаңағы дінге сенуші, 5 уақыт намаз оқып жүрген кісі, ертең ақыр заман болса, топан су келсе, Алла мені құтқарып қалады деп. Сол сияқты Алла 3 қайық жібереді дейді. 3 кеме құтқаруға. Жаңа кеме келіп, кел мін десе, Алла мені өзі құтқарады дегендей. Сол сияқты Алла жіберіп отқан кеме шығар бұл. Өзіңді себеп қыл. Мынандай керемет лайнерде, немесе World Европа. Біздің мынау оң жағымызда Аида Космо деген лайнер тұр. Осы секілді кереметтерді көруге асығыңыздар достар. Уақыт өтіп жатыр. Алланың берген кереметтерін көру керек. Bir қадам алдыға жасау керек. Жалын досымызды өздеріңізге себеп қылып жіберіп отыр. Маған да себеп болған Ермек Мұқашев, Роман Майғазиев деген достарыма үлкен рахмет. Сол кісілердің арқасында осындай кереметтерді көріп жатырмыз. Бұнымен тоқтамаймыз деп ойлаймын. Бұл біздің алғашқы круизіміз. Алла қаласа біз өте қатты ұнап жатыр. Круиздан кетпей жатып, круиз өзімізге уже круизді сағынып жатырмыз уже, круизде жүріп. Бұл жерде бір ғана минус. Ұйқың қанбайды. Ұйықтайтын уақыт жоқ. Сосын салмақ қосасыздар, 24 сағат тамақ тегін. Сосын қараясыздар, күнге күйесіздер, күн ыстық бұл жақта. Осында керемет, бұл кереметті келіп көру керек, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мына кеременің үстінде сіздердің жандарыңызға не қажет, барлығы сол жерде бар. 24 сағат бәрі тегін, ресторан, тамақтардың барлығы, море продукты, шомылам десеңіздер, бассейндердің неше түрісі бар, театр, кинотеатр, 5D, магазиндер, в общем, жаңға не қажет, соның барлығы осы жерде бар. Тренажерный залдар да бар. Келіңіздер, мынау жалын досымыздың шақырып отырған жаңағы предложениесін кері қайтармаңыздар. Рахмет айтасыздар әлі жалынға 100 есе. Келіңіздер, көріңіздер достар. Осында кереметті көру керек.